Қайырымдылық жасасаң, қайырымын өзің көресің. Талдықорғанда қыс қаһарына мінген тұста тұрмысы төмен отбасыларға тегін көмір, азық-түлік таратылды. Көмекке мұқтаж жандарға жылу сыйлаған орталық мешіт қызметкерлері мен жергілікті кәсіпкерлер. Олар 15 отбасыға көмек көрсетті. Қайырымды жандардан жәрдем алғандардың бірі Райпа Танашева. Ол Үйті саяжайындағы жалдамалы үйлердің бірінде тұрып жатыр. Отағасы ертеректе қайтыс болып, жалғыз қызының бүйрегі ауырғаннан кейін жұмысқа жарамсыз болып қалған. Содан бері үкіметтен берілетін зейнетақыға күнелтіп отыр. Оның өзі қолына толық тимейді. Несиенің қайтарымы ұсталып, 10 мыңы ғана қалады екен. Соны пәтерақыға береді. Азық-түлік пен дәрі-дәрмекке ақша таппай қысылып отырған отбасыға бүгін көмір түсіріліп берілді. Үй суық, қыста сол қиналамыз көмір. Үй суық кетеді таңертең тез. На дачалар нелер суық. Дачный не ғой. Соны енді рахмет сол көмек беріп жатқандарыңызға. Алла разы болсын. Бала шағаңыз қызын көріңдер, көп жасаңдар. Осылай жақсы адамдар бола берсін. Рахметімді айтамын көмектесіп тұрғандарыңызға. Қайырымдылық акциясы кезінде 15 отбасыға көмек берілді. Шара аясында орталық мешіт қызметкерлері мен кәсіпкерлер қыстың қақаған суығында отыннан тарыққан қамқорлыққа зәру жандарға қолдау көрсетті. Мейірімді жандар әрбір үйге бір тонна көмір, ұн, азық-түлік таратты. Көмірді үйге жеткізіп беруге ерікті жастар тобы да қол ұшын созды. Бұл мынау өзі қазақ қашанда қайырымдылық қанына сіңген халықпыз. Сол себепті қазір біз мынау үлкен елді мекен, анау саяжайларда тұрып жатқан жоғарғы жақтағы үйлерге барып келдік. Өте аянышты. Соларға қазір мына бүгінгі күннің өзінде 15 отбасысына әрқайсысына 1 тонна көмірден жоспар бойынша тарқатуды көздеп отырмыз. Осының алдында 3 күн 4 күн бұрын тағы да 8 отбасына біз дәл осылай көмірлер үлестірген болатынбыз. Міне қазір бір күннің ішінде аяздың қаттылығы да күшейіп бара жатыр. Сол себепті бұл халыққа, қиналып отқан халыққа қол ұшын беру біздің негізгі азаматтық міндетіміз деп білеміз. Имамдар мұндай қайырымдылық шараларын тұрақты түрде ұйымдастырылып келеді. Күзде мектеп оқушыларына қарайласса, ал өткен жылы 40 отбасыға әлеуметтік көмек көрсеткен болатын. Бүгінгі шара сол игі істердің жалғасы. Қайырымды жандарға қала тұрғындары да ерекше разы. Олар көмірдің қызуынан бұрын мейірімділік пен жүрек жылуын сезінгеніне қуанышты. Елена Сәрсенбаева, Амина Құдайберген, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған.